Ассалаумалейкум, құрметлі Бозатау районы тұрғынлары, хамималары. Мен Бозатау районы ішкі істер бөлім басшылығы полковник Курбанбаева Умида Турсынбаевнамын. Құрметлі президентіміздің басламасымен мемлекетімізде низамшылық бекемлеу, бұқаралар қауіпсіздігін тәмелеу, жинаятшылық, қамқорлықтардың алдын алу бойынша кең көлемді реформалар әмелге асырылып келінбекте. Район аймағында бір қатар нәтижелі жұмыстар алып баруына қарамастан, айрым түрдегі жинаятлар өсіп, криминоген жағдайға тәсірін тигізіп атыр. Бұны анализдеп қарағанымызда жүз берген жинаятлар бұқараларымыздың сергектілігі жоқлығы, мал мүліктеріне ітібарсыздығы, көп жағдайларда алдаушылар тұзағына түсіп қалу ұшыраспақта. Криминоген жағдайды тұрақтастыру бойынша құрметлі президентіміз тарапынан 2025 жыл 3 январь күні республика махаллелерінде қауіпсіздік орталық жарату, қамқорлықтардың алдын алу системасының нәтижелігін және де асыру бойынша шара ілажар хақында ПК бірінші санлы қарары менен махаллелерде қауіпсіздік орталық жарату, қамқорлықтардың алдын алу жаңа системасы жаратылып, район аймағында жинаятшылардың алдын алу бойынша бір қанша жұмыстар әмелге асырылып, район аймағындағы шаңырақлар толық үйреніп шығылып, тиісті жұмыстар әмелге асырылып келінбекте. Республикамыз бойлап өткеріліп отырған арнаулы ілаждар давамында алып барылып отырған профилактик жұмыстар нәтижесінде һәм осы жылдың 10 ай давамында жинаят һәм құқық бұзарлықтардың алдын алу мақсатында 859 құқық бұзарлық істеген шақсылар анықталып, сондан Өзбекстан Республикасы хакімшілік жауапкершілік хақында кодексінде көрсетілген құқық бұзарлық істеген 167 шақсыларға низамлы шараларын көру үшін тергеу судына жіберілді. Суд тарапынан 47 шақсқа хакімшілік қамақ, 96 шақсқа жарима жазасы, 29 шақсқа ескертулер берілді. 546 құқық бұзарлықтарға профилактика инспекторлар тарапынан жарималар қолданылды. Спиртлі ішімлік ішушілікке берілген 2 шақс мәжбүри, 19 шақс ықтияри тәрізде, һәм де 26 рухи науқаслығы бар болған шақсылар емленуге жатқарылды. Зорлық һәм басымға ұшыраған 60 хаял қызларға қорғану ордерлер берілді. Осы жылдың 10 ай давамында коррупциямен байланысты 2 жинаят, яғни 1 пара алу һәм 1 пара беру жинаятлары, 5 низамсыз ау құралларын сақлану жинаятлары есапқа алынды. Қазіргі күнде ішкі істер министрлігі тарапынан құрал һәм оқ-дәрілерінің низамсыз айланысына қарсы күресу айлығы өткерілмекте. Құрметлі бұқаралар, үйлеріңізде низамсыз сақлап қойған ау құралларыңызды, поры һәм оқ-дәрілерді өз еркіңізбен ішкі істер бөліміне тапсырсаңыз, жинайы жауапкершіліктен азат ететініңізді ескертеміз. Құрметлі бұқаралар, бүгінгі күнде кибер жинаятшылық бүткіл дүнияда глобал машқалаға айланған. Бұқараларымыз кибер жинаятшылардың торына түсіп, көп мұғдарда материалдық зиян көрген жағдайлар ұшыраспақта. Хабар технологиялары тарауы рауажланып барған сайын, бұған ғарезі мақсатта пайдаланушылар да көбейіп келмекте. Бүгінгі күнде районымыз аймағында жүз беріп атырған жинаятлар арасында интернет һәм компьютер технологияларымен байланысты жинаятлар салмағы асып бармақта. Кейінгі уақытларда кибер жинаятшылар тарапынан АПК көріністегі әр түрлі форматтағы вируслы файлар арқылы хабарлар жіберіліп, пластик картаға пулларды өздестіру республика һәм район көлемінде көплеп ұшыраспақта. Сондықтан бұндай келген вируслы файларды ашпауыңызды, егер де файлды ашып қойған жағдайда ұялы қол телефоныңызға жалғанған пластик картаңызды һәм қол телефоныңызды интернет тармақларынан дәрхал ажыратып, банк қызметкерлеріне хабарласуыңызды сұраймыз. 2025 жыл 10 ай давамында кибер жинаятлармен байланысты жәмі 6 жинаят іс қозғатылған болса, бұл жинаят істері шеңберінде бұқараларға тиесілі болған 31 миллион 514 мың сом пуллар алдаушылар тарапынан өздестірілген. Бозатау районы халқын кибер жинаятшылықтың сергек болуларын һәм де президентіміздің ПК 153 санлы қарарына текар, министрлер кеңесінің 2025 жыл 31 октябрь күнгі арнаулы қарары қабыл етіліп, ноябрь айы кибер мәдениетті арттыру һәм кибер гигиенаны қалыптастыру айлығы етіп белгіленіп, осы айлық давамында белсенді қатынасып, кибер жинаятшылардың алдын алуда өз үлестеріңізді қосуыңызды сұраймыз. Құрметлі бұқаралар, аймағымыздың қауіпсіздігін тәмелеу, жинаятшылықтың алдын алу барысында сіздердің бұқаралық мінетіңіз ахметке ие. Егер сіз атрапыңызда гуманлы әрекеттілерге бейпарқ болмасаңыз, құқық бұзарлықтардың алдын алуға бел байласаңыз, бәршеміз үшін тыныш аймақты жаратуға үлкен үлес қосқан боласыз. Құрметлі районымыз тұрғынлары, біз ішкі істер қызметкерлері әрдайым сіздермен ашық саубетлесуге, ұсыныс һәм мұражатларыңызды естуге, мәслихат беруге бархама таянбыз. Районымыздың тыныштығы һәм қауіпсіздігін сақлау жолында бәрше күш-жігерімізді жұмсаймыз деп сенім білдіремін. Ітібарларыңыз үшін рахмет.